Buna qanattın uyda qulaptı bunu. Bizning malxona garaj qulaptı bunu. Buna Börxan ko'kam uyda qulaptı. Salmaga bir qadam bilmay qulaptı o'zi. Basalım olsun ya. Allah'ın vergen sınağı da buldu. Hiç narsa diye olmayız mı? Ne deysin? Assalamu alaikum қазақ елі. Үстіміздегі жылдың көктемінде өздеріңізге белгілі Мақтаарал ауданында су тасқыны болды. Сол кезде біз келіп осында халықпен бірге болдық. Осы жерде үйдің барлығы қираған болатын. Қазір міне судың барлығы тартылған. Халыққа екі таңдау берілді. Біреулері қаржылай алып, өздерінің үйін салып жатыр. А біреулері болса өзімізге үй салып бер деді. Міне соған біздің Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры өзіне 20 үйді мойнына алып, үйді салып беріп бітірді. Ал енді міне 5 ай уақыт өтті, содан бері бүгінгі күн қуанышты күн. Бүгін 386 үйдің кілтін жаңа отбасыларға табыстаймыз. Бүгін мерекелі күн. Мынау үйдің кілті апай. Өзіңіз ашыңыз. Өзіңіз оң қолыңызбен бисмилля деп ашсаңыз. Оң қолыммен беріп отырмын. Ой, міне. Бисмилля деп. Кіріңіз. Кіріңіз. Бисмилля деп оң аяқымда. Оң аяқпен кіріңдер, оң аяқтарымен. Халқымыз аман болсын, рахметімді айтамын сол кісілерге. Мына үйімізді салып беріп жатқан кісілерімізге, атсалысып жатқан азаматтардың бәріне рахметін айтамын. Ол қиыншылық, енді несін айта берем, қиыншылық өтті кетті енді. Аман болсын бәрі. Салиқалы ұрпақ қорына рахметімізді айтамыз. Осы 20 шақты үйімізді мына біздерге баняда тұрып жатқандар бар, гаражда тұрып жатқандар бар, садикте тұрып жатқандар бар. Көмек қолын созып, баспанамызды салып беріп жатыр екен. Мыңда бір рахметімізді айтамыз. Толқып та тұрмын бір жағынан. Бәрінің де отбасына амандық тілеймін. Енді үй аламыз деп ойламадық, енді садикте сөйтіп квартирамен жүреміз деп ойладық қой. Аллаға шүкір үйлі болдық сіздердің арқаларыңызда. Бірислам? Біз не болдық айталасыз? Біз қуаныштымыз. Жүрегіміз жарылып, бала шағамызбен қуанып жатырмыз, үйлі боламыз дегенге. Құтты болсын. Құтты болсын. Алла разы болсын. Бірге болайық ағайындар. İlahim havalarım altın olsun, başlarım taştan olsun bana. Biz bәрінде жеңеміз біз, ертеңге сенеміз біз, бір тұтас кеңерміз әлемде. Азаттық толғауын ақыным толғаған, ақсақал атасы батасын жолдаған. Жастарға